Тұрмысқа шығып, бір шаңырақтың тұтқасын ұстап отырғаныма 12 жыл уақыт болды. Осы уақыт аралығында отбасының қызығын да, шыжығын да көргенмін. Күйеуім 2 ағайынды, 2 қарындасы бар. Мен үйдің кіші келіні болдым. Қайын ағам мен қайын әпкем отбасылы болып кеткен. Біз қара шаңырақта ата-енемнің қолында қалдық. Ата-енем қарапайым жандар. Ісіме жағаласып, артымнан түрпектемейтін, бірақ үнемі бақылап жүретін. Енем алғашында мені жылы қабылдамағанымен, уақыт өте келе оның көңілінен шыға бастадым. Оның өзі оңайға соққан жоқ. Дегенмен, көрер құрметің мен азабың өзіңе байланысты деген сөз рас қой. Мүмкіндігінше тілімді қысқартып, қол-аяғымды ұзартып, іске пысық, өсек аяңға керең, айтыс пен пікір таластыруда мылқау болуыма тура келді. Тек қайынсіңлімнің тілін табу аса қиынға соққан еді. Оның әрбір қылығына төзімділік танытқаныммен іштей ренжитінмін. Өзінің болашақта келін болатынын білсе де, еркелігі мен шолжаңдығын қоймады. Оның мені емес, күйеуімді сыйламайтын мінезі ұнамады. Менің күйеуім жуас, момын болғандықтан барлығы әлімжетті көрсеткенін тоқтатпады. Мейлі, басқаларының жасы үлкен болғандықтан күйеуіме сөздерін өткізгісі келетін шығар. Дегенмен, жасы да, жолы да кіші қарындасының ағасына қарап безілдеп сөз қайтарып, бұйрық бергені көңілімді құлазытатын. Қайын сіңлімнің күйеуіммен маған теріс қабақ болып, тіпті дауыс көтеріп сөйлегенде мені жақтырмағаны деп қабылдап, оған жақын болудың амалын жасадым. Жас қыздың тілін табудың бір жолы ретінде қолымдағы барымды сыйлыққа бергенмін. Оның жүзіндегі күлкіні көргенде қуанып қаламын. Әрдайым күлімдеп жүруін өтініп, қарым-қатынасымызды жақсартуға талпындым. Арамыз бірте-бірте жақсара бастағанмен, қайын сіңлім өз ағасын құрметтемеуді доғармады. Әйелі болсам да, күйеуіме дауыс көтеріп сөйлей алмаймын. Ал қайын сіңлім күйеуімен ұрсып жатқандай ұятты шетке ысырып, мінезін көрсетіп, ағасының айтқанына құлақ аспай кетеді. Оның мінезіне күйеуім де үйреніп қалғандай, көңіліне жақын қабылдамайды. Ағалық қарындастың арасын жақсартуға тырысып, қайын сіңліме ақылымды айтуға талпынғанмын. Бір-бірімізді түсінерміз деп ойлаған ойым жүзеге аспады. Керісінше өзіме қарсы қойып алдым. Содан бері қайын сіңлім маған өштесіп алған. Жинаған жерімді шашып кетеді. Тамақтарды төгіп жеп, өзіне ұнамаған азықты алып, дастарханға емес, нанның үстіне қоятын болған. Тіпті нанның обалынан да қорықпады. Бізге қатысты затты көзі шалса ең әуелі ағасының затын шашып кетеді де, оны маған жинатқызады. Жоқ жерден жұмыс тауып беріп, ілік іздеп жүретін қайын сіңлімнің болашағына қатты алаңдағанмын. Оның бұл қылығын ата-анасы да біледі. Олардың көзінше ақылын тыңдағанымен жоқ жерде бізді әуреге салады. Осы орайда ойыма оралған мына ой салар әңгімені жаза кетейінші. Бір намаз оқитын кісіден үйленуге бел болған жас жігіт үйленуге ниет білдіріп жүрген едім. Бірақ таңдаған қызым жоқ. Жалпы үйленетін кезде болашақ жарды қалай таңдау керек? Ер азаматты сыйлап, өзі бір саты төмен тұратын қызды қалай байқауға болады деп сұраған екен. Сонда әлгі молда әкесі мен ағаларын сыйлап, олардың айтқан тілін алып, аяқ тартынатын қыздар болашақта да күйеулерін солай сыйлайтын болады. Ал егер әкесі мен ағаларының ескертулеріне немқұрайлы қараса, ол болашақта да күйеуіне сондай қарым-қатынаста болады. Сондықтан ағаларын құрметтейтін ата-анасына ғана емес, айналасындағыларға да ізет көрсете білетін қызға үйленгенің дұрыс деген екен. Кейде ойлап қарасам, осы мысалдың жаны бар-ау деймін. Өзім тұрмысқа шыққанға дейін ағаларымнан ұялып, жігіттің қасына жоламаушы едім. Ағаларымның алдында денеме жабыстырып көйлек киюден, шалбар киюден ұялатынмын. Бүгінде күйеуімнің мерейін үстем ету үшін қай жағынан болмасын көтермелеп, өзгелерге сыйлы етіп,
өзім бір саты төмен жүремін. Анамнан алған тәрбием де осыны үйреткен. Ал қайынсіңлім ше, оның екі ағасына да сен деп сөйлегені қайран қалдыратын еді. Ағаңның айтқаны дұрыс болмаса да, оған қарсы сөйлеме. Ашуланшақ мінезіңді қазір өзгертпесең, болашақта өзіңе ор қазатын осы шатақ мінезің болады деп түсіндіргенмін. Алған жауабым: жеңеше, менің болашағыма ешкім басын ауыртпасыншы. Осыдан кейін қайынсіңлім қалай ақылымды тыңдасын, мен де оған қалайша ақыл кеңесімді айта аламын. Өз білгенімен жүрген, есейген қайынсіңлімді жолға салатын адам болмаған еді. Сырттан баққанның 8 көзі бар демей ме? Қайынсіңлімнің мінезі өзіне таяқ боларынан қорқушы едім. Қорқынышым айдай анық келді. Уақыт өте келе қайынсіңлім тұрмысқа шықты. Арамыз тым жақын болмаса да, сыртқы көзге білдірмей қайынсіңлімді абыроймен шығарып салдық. Бірақ өз мінезі өзіне таяқ болып тиіп, шаңырағы шайқалып, тек құда-құдағилардың бір-бірімен таныстығының арқасында шаңырақтары бүтінделіп отыр. Сонда да қайынсіңлімнің жағдайы бізді алаңдатады. Өзі қырсық, тілі ащы болғанмен, оған да ақыл-есі бүтін күйеу жолықпады. Бір нәрсе бола қалса, жұдырығын көтеріп жүгіретін күйеу баламыз қайынсіңліме бақытты күндерді аз сыйлауда. Көбелектің кеселі тұрақсыздық деседі. Өз мінезі өзіне үкім кеседі деп ақын Мұхтар Шаханов айтып өткендей, әрбір адамның мінезі болашағының көрінісі болмақ.